Айран халқымыздың ежелден келе жатқан ұлттық сусыны. Қазір әлемде сусынның бұл түрі өте танымал. Дегенмен дәстүрлі жолмен ашытылған айранның микробтық қауымдастығына қатысты сұрақтар әлі де көп. Біз осы жоба аясында культивирлеу және культивирлеуге тәуелсіз әдістердің көмегімен осы микробтық қауымдастықты зерттейтін боламыз. Біз сүт қышқылды бактерияларын бөліп алу үшін Жетісу облысының әртүрлі аудандарынан айран үлгілерін жинап алдық. Сонымен қатар бұл қышқылдар бізде сүт өнімдері және де ашытылған сүт өнімдерін алу барысында маңызды рөлге ие. Сонымен қатар бұл микроорганизмдерді бөліп алу үшін біз арнайы және де әртүрлі қоректік орталарды қолданамыз. Және де осы жұмысты бастамас бұрын бізде стерильдік ең маңызды рөлге ие. Зертханада біз бөліп алған штамдардың қасиеттерін анықтау үшін дәстүрлі микробиологиялық талдау әдістерін және молекулалық генетиканы қолданамыз. Бұл штамдар болашақ зерттеулерге негіз болады және дәстүрлі сүт өнімдерінің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Жергілікті штамдардың ресурстық қорын құру бұл осы өнімнің технологиясын жақсартуға және айранның өзіне тән көптеген қасиеттерін сақтап қалу үшін өте маңызды. Өйткені бұл штамдар осы өңірдің жергілікті жағдайларына бейімделген.